Баршаңызға жалынды сәлем достар. Бүгін сіздерге 2009 жылғы Росомаха начало атты фильмін қысқаша айтып беретін боламын. Әрине лайк пен подписаться кнопкаларын басуды ұмытпаңыздар. Ал біз көпке созбай осымен бастаймыз. Канада 1845 жыл. Ағайындылардың бірі ауыр халде жатыр. Бір кезде үйге ішіп алған әкелері келіп, есікті қатты қаға бастағанда, олардың өгей әкелері бәрін шешпекші болып сыртқа шығады. Бірақ мылтықтың дауысын естіген жас бала сыртқа шықса, өгей әкесі өлім үстінде жатыр екен. Қатты стресстен ол өзінен алғаш рет мутанттың күшін оятып, әкесін сол жерде өлтірген болатын. Енді үйден қашып шыққанда, оны ағасы тоқтатып, әрдайым қасында болуға уәде береді. Арада біраз жылдар өткен соң ағайындылар бірінші дүниежүзілік соғысқа, сосын Ұлы Отан соғысына және Нормандияда да болған соғыстарға қатысып, мутанттық күштерін барынша паш етуде. Ал Вьетнамдағы соғыста ағасы ашу үстінде өз адамдарына қарсы шыққан болатын. Бұған қарамастан інісі сонда да ағасына жақтасып, ақыры екеуін әскерлер өлім жазасына кеседі. Осыдан кейін оларға Страйкер келіп, олардың не сезгендерін сұрайды. Сонда Страйкер оларды арнайы мутанттар жиналған ұйымға қосылуға шақырады. Осылай арнайы топ мүшелері ұшақпен әуеде кетіп бара жатыр. Дэдпул Викторды қаңғыбас жезтырнаққа теңеп отыр, ал інісі болса оны сабырға келтіруде. Көп ұзамай Лагос қаласына жеткен мутанттар миссия бойынша осы ғимаратқа кірулері тиіс. Бірінші Зеро қарсыластарды қарумен қырып шығады, ал Дюк болса танкіні қолмен жауып, оны жарып жіберген болатын. Мафия бастығы олардың лифтін істен шығарса да, Брэдли өзінің күшімен тоқты қайта қосады. Дэдпул лифттан атып шығып, шеберлігімен барлық оқтарды қағып түсіруде. Енді мафия қаруын алмақшы болғанда, Джо телепортпен оны тоқтатып үлгереді. Страйкердің келу себебі ол осы тастың қайдан шыққанын іздеп жүр екен. Мафия оларды шағын ауылға жібереді. Жергілікті тұрғынның айтуынша бұл тас аспаннан түскен болып шықты. Ақыры олар қазбаның қай жерде екенін айтпаған соң, Виктор оларды біртіндеп қыра бастайды. Логан оның доғаруын талап етуде, бірақ та ағасы оны тыңдайтын емес. Осылай Логан топтан кеткен болатын. Арада 6 жыл өтті. Логан өзінің сүйіктісімен тұрады және орманда ағаш кесумен айналысып жүр. Осы кезде топтан кеткен Брэдли де өз алдында сиқыршы еді. Күтпеген жерден оған Виктор келіп, оны сол жерде өлтірген болатын. Ал Логанға Страйкер келіп, топ мүшелерін белгісіз біреу қырып жатқанын айтса да, Логанға бәрібір секілді. Үйге қайтар жолда біреулер жолды бөгеп тұр. Сонда көліктен шыққан Логан оларға күш көрсетпекші, бірақ та Кайла жігітке қолын тигізу арқылы сол жерде кетуге көндірген болатын. Логан болса оның бұл әрекетіне таң қалып тұр. Келесі күні Кайла Викторды кезіктіреді. Осы кезде Логан жақын маңда ағасының жүргенін түсініп, тез арада қызына қарай аттанады. Бірақ та тым кеш болатын. Логан жақын маңдағы бардан ағасын көріп, сол жерде екеуі алғаш рет шайқасты. Виктор інісіне қарағанда мықтырақ болып шықты және кетерден алдын оны тырнақтарынан айырған болатын. Есін жиған Логан емханада жатыр. Страйкердің айтуынша ол ешқашан Викторға Кайла жайлы айтпаған. Оның келу себебі Логанға ағасына қарсы мықты қару ұсынбақшы. Тек ескере кететіні процесс өте ауыр болуы мүмкін. Сонда Логан ағасына кек қайтару үшін бұл ұсынысқа да келіседі. Осылай құпия лабораторияда Страйкер жігітке әлемдегі ең берік материалды, яғни адамантияны денесіне енгізбекші. Процесс шынымен де ауыр болды. Пульс үзілгеніне қарамастан Логан өзін қайта тірілгендей сезінуде. Бір кезде Страйкер оның санасын тазалауды бұйырғанда, бұны естіген Логан судан атып шығып, лабораториядан қашып кетеді. Біраз уақыттан соң Логан қорада жасырынып отыр. Шал оған көмек керектігін түсініп, жігітке үйге кіруді ұсынады. Айна алдында Логан алғаш рет өзінің жаңа тырнақтарын көріп таңырқап тұр. Логан олардың көмегіне шын жүректен риза және бір күн сарайда түнеп шығады. Кешке қарай шал жігітке баласының курткасын беріп, мотоциклмен айналып қайтуға рұқсатын беруде. Сол кезде әскерлер бірінші әже мен шалды өлтіріп, кейін тікұшақпен сарайды жарып жіберген болатын. Логанның ізіне пулемет пен әскери көліктер түседі.
Бірақ та ол жаңа тырнағымен көліктерді де тікұшақты да жойып шықты. Осылай Логан Страйкерге келетінін жеткізіп жолға аттанады. Страйкерде Логанға қарсы адамантия оқтары салынған пистолет бар және ғалымдар жаңа мутант тапқан екен. Келесі күні біз үнемі қызыл очкимен жүретін оқушыны көреміз. Логан болса Джоға келді. Джоның айтуынша олар Логан кеткен соң тағы да өздері сияқты мутанттарды жинай бастапты. Ал Логан іздеген арал жайлы Дюк білетін болып шықты. Дюк осыншама уақыттың ішінде біраз салмақ жинаған екен және Логанмен бірге спарринг өткізбекші. Дюк денесімен ешқандай соққы сезбесе де Логан оның бас сүйегінен ұрып құлатады. Осы кезде Виктор очки киген жігіттің ізіне түсуде. Қашып жүргенде байқаусызда шалынып түсіп, әлгі жігіт көзімен ғимаратты өртеп жібереді. Сонда Викторды тек Страйкер келіп тоқтатады. Дюктың айтуынша, Виктор мен Страйкер бірге жұмыс істесе керек, және олар мутанттардың бәрін эксперимент үшін бір аралға жинайтын болып шықты. Ал аралдың қайда екенін сол аралдан қашып шыққан Гамбит қана біледі. Логан оны жергілікті клубтан тапқан болатын. Осы кезде Джо Викторды кезіктіріп, оны телепорт арқылы жеңіп шықпақшы, бірақ та бәрі ойдағыдай болған жоқ. Гамбит Логанды жау санап оған шабуылдай бастайды. Сол жерде Логан Джоның өлгенін көріп, ағасымен қайта шайқасқа шығады. Бұл жолы Логан ағасына қарағанда мықты болып шықты, бірақ енді жеңетін кезде көмекке Гамбит келеді. Ал Виктор жағдайды пайдаланып қашып кетпекші. Логан тез арада Гамбитті сабырға келтіріп, одан аралға апаруын өтінеді, өйткені Логан бәрінің көзін жоймақшы екен. Аралда әлсіз жері жоқ, 11-ші қару атты мутантты дайындау процесі өтуде. Түнде екеуі аралға жеткен болатын. Базаға кірген Логан іштен Страйкерді көреді. Оның айтуынша ол Дэдпулға жаңа күш іздегендіктен құрбандық ретінде Кайланы таңдапты. Кайла да гипноз күші бар мутант болып шықты және оның өлімі өтірік ұйымдастырылған екен. Жас қыз Логанды аяғаннан көзіне жас ұстай алмай тұр. Сонда Логан өкініштен кетуді шешті. Бір кезде Кайла Страйкерден әпкесін босатуды өтінгенде, Виктор оны өлтірмекші болады. Сонда қайта көмекке келген Логан ағасымен бірге биіктен құлап, оны тек есінен тандырады. Енді жас қыз әпкесін құтқаруды өтінуде. Страйкер процесс бітпесе де Дэдпулды оятуды бұйырады. Кайла мен Логан мутанттар түрмесіне келіп, олардың бәрін босатуда. Бірақ та алдыда оларды Дэдпул күтіп тұр. Оның да Логан секілді өлмейтін қасиеті бар екен. Адамдар мутанттарға оқ жаудырса да, олар күштерін біріктіріп, бәрін жойып жіберген болатын. Осы кезде Логан Дэдпул мен ғимараттың үстінде шайқасып жүр. Логан енді жеңілгей жатқанда көмекке ағасы келіп, екеуі екі жақтан оны қыспаққа алады. Бір кезде Дэдпул лазермен Викторға шабуылдағанда, Логан арттан келіп, оның басын кесіп түсіреді. Логан мен Кайла үйлеріне қайтып бара жатыр. Страйкер оларға араша болып, адамантия мен Логанға атқан болатын, және бір оқпен дәл басына тигізеді. Сонда Кайла оған тірі кезінде кетуді бұйырады. Осы кезде мутанттарды Чарльз күтіп тұрған еді. Ал қайта оянған Логан өкінішке орай ештеңені білмейтін болып шықты. Тіпті өзінің ғашығын да танымайды. Осымен біздің Росомаха начало атты киномыз аяқталады. Достар, видеоны соңына дейін көргендеріңізге үлкен рахмет, және де лайк пен подписаться кнопкаларын басуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше келесі видеода жүздескенше сау болыңыздар.